Сіз қолыңызда жаңа өсиетті ұстап тұрып былай: менің қолымдағы жазылған және өзгертілмеген және жазылғандар дұрыс деп айта аласыз ба? Иса шынымен солай айтқан. Иса осылай істеген және елшілер де солай істеген деп. Сэр Уильям Рамзи сізді солай айта алмайды деп ойлаған. Өйткені оның пайымдауынша, Луқа жазған ізгі хабар және елшілердің істері кітабы 2-ші ғасырда жазылған. Сондықтан 1-ші ғасырдың егжей-тегжейін қатесіз жеткізе алмайтын болған. Білесіздер ме? Ол кейін басқаша ойлай бастады. Неліктен? Міне мынау ең қарапайым себептердің бірі. Елшілердің істері кітабында 18-ші тарау 12-ші аят жазба былай дейді: ал Галлио Ахая өлкесінің әміршісі болғанда. Бірақ барлық ғалымдар бір ауыздан былай деді: тұра тұрыңыз, Галлио ешқашан Ахаяның әміршісі болмаған. Оның басқа да көптеген лауазымдары мен мәнсаптары болған, бірақ ол ешқашан әмірші болмаған. Өйткені тарихи кітаптарда оның Ахаяның әміршісі болған деген ешқандай жазылымдар болмаған. Осылайша барлық ғалымдар былай деп келісті: жарайды, әрине Луқа 2-ші ғасырда жазып отыр. Ол 1-ші ғасырдың оқиғаларын сипаттағанда қателесуі мүмкін. Сондай-ақ Рамзи неліктен өзінің пікірін өзгертті? Себебі мынада: олар осының барлығын Дельфидің бұзылған жазбасынан тапты. Археологиялық қазба арқылы бұл бұзылыңқыраған жазу болды. Ал жазуға келетін болсақ, қазір сіз Құдай хабар жіберді деп айтасыз. Жазуда былай делінген: Лусиус Джунис Галлион, менің досым және Ахаяның әкімі. Тұра тұрыңыз. Рамзи былай деді: тұра тұрыңыз. Егер Луқа 2-ші ғасырда жазған болса, қалайша ол лауазымдарды еш қатесіз жеткізе алды? Ол жайында тарихтың басқа еш жерінде жазылмай. Барлық ғалымдар оның дұрыс емес екендігіне сенімді болғанда. Менің не айтып тұрғанымды түсінесіз бе? Міне осы себепті Рамзи ойлана бастады. Білесіздер ме? Шынайылық жайында сөз қозғалғанда, Луқа теңдесі жоқ тарихшы болып есептеледі. Сэр Уильям Рамзи де ақыр соңында сондай тұжырымға келді. Бұл жаңа келісімнің сенім артуға тұрарлық екендігі. Бұл 1-ші ғасырдың құжаты. Рамзи айтқандай, бұл 2-ші ғасырдың құжаты болуы мүмкін емес. Осылайша ол 1-ші ғасырдың құжаты болуы тиіс. Осылай ол өзінің археологиялық жұмыстарында және Кіші Азияның топографиясын дайындауда жаңа келісімді қолданды. Ол мен келгендей тұжырымға келді. Жаңа келісім сенім артуға тұрарлық құжат. Сыртқы дәлелдемелер ішкі куәліктің қатесіз екендігін растайды.